Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Ардан Айтсин каналы. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай сетка тақия тоқып үйренетін боламыз. Менің видеоларым ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Осындай этно тақия тоқу үшін керекті құралдар. Ең бірінші бізге жіп керек. Мен осы тақияны, міне осы қолымда ұстап отырған тақияны мен Ализа Дива жібімен тоқыдым. Міне осындай. Бұл бізде 100 грамда 350 метр. 100% акрил, тұр. Акрил микрофибра дейді. Осындай составпен маған осы Ализа Дивадан 23 грамм кетті осындай шапкаға. Енді мен осындай Газал органик бэби коттон 100% хлопокпен тоқым деп тұр. 50 граммда 115 грамм. Қанша кететінін видеоның соңында көрсететін болам. Одан кейін крючок номер 2. Осы мынаны да Ализа Дивамен тоқығанды да мен 2-мен тоқыдым. И мынаны да 2-мен тоқимын. Одан кейін қайшы маркер ғана керек. Ал ендеше тоқып бастайық. Бұл бізде төбесінен басталады. Менде мастер-класс бар, мына жағынан шетінен басталатын мастер-класс бар. Енді төбе жағынан бастап тоқитын боламыз. Менде осындай цвет, жаңағы айтқан Газал бэби коттонның бірінші өзімізге ыңғайлы тәсілмен осындай бір петля жасап аламыз. Кольцо амигуруми деп атады ғой. Мен осылай жасаймын. Өзіңізге қалай ыңғайлы, тура солай жасап алыңыз. Мына жағына қысқа жағын тартқан кезде мына бүйтіп жиырылу керек қой. Міне, қараңыздар. Мынаны бүйтіп тартқан кезде жиырылу керек. Енді осы мынаның кольцоның ішіне крючокты өткізіп, жібіміз тартып шығарамыз да 1, 2, 3, 4, 5 воздушный. Одан кейін осы кольцомыздың ішіне столбик без накида. Қайтадан 1, 2, 3, 4, 5 воздушный. Одан кейін қайтадан осы кольцоның ішіне столбик без накида. Тағы да 1, 2, 3, 4, 5 кольцоның ішіне столбик без накида. Осындайдан 5 тоқуымыз керек. 1, 2, 3. Тағы да 2. 1, 2, 3, 4, 5. Кольцоның ішіне столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. Бізде 5 болды. Енді 6-шы осындай гүлімізді дейінші тоқу үшін біз 1, 2 воздушный, одан кейін крючокқа столбик жібімізді орап аламыз да, тура осының ішіне, кольцоның ішіне столбик с накидом тоқимыз. 1. Міне бізде 6-шы гүліміз. Енді осы жерде мынаны жаңа қысқа жібіміз ғой, осыны тартамыз. Міне тартқан кезде осылай жиырылады. Бізде міне 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бұл бізде бірінші қатар. Келесі екінші қатарда біз 6 воздушныймен тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 воздушный, мына столбик без с накидом тоқыдық қой, содан кейін сразу осылай 6 воздушный көтереміз де, мынау арканың ішіне, бағанағы бірінші қатардағы 5 воздушныйдан жасадық қой арка, соның ішіне столбик без накида тоқимыз. Осы жерге бастадыңыздар ғой екінші қатарды, маркер қадап кетіңіздер, чтоб басы осы екені білініп тұру үшін. Одан кейін ары қарай 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушный, келесі аркаға столбик без накида. Осылайнан аяғына дейін тоқып келеміз. Мынандай 1, 2, 5 тоқимыз. 6-шы арканы қалай тоқу керектігін көрсететін болам. Міне 1,
2, 3, 4, 5, 6 воздушный. Келесі аркаға столбик без накида. Әрі қарай тура осылай 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушный. Одан кейін келесі аркаға столбик без накида. Енді тағы да 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Келесі аркаға столбик без накида. Бізде 5 арка болды. 1, 2, 3, 4, 5 арка. Енді соңғы 6-шысын 1, 2, 3 столбик тоқимыз. Воздушный тоқимыз. Одан кейін крючокқа накиділіп, тура мына жерде тоқыдық қой бағана столбик накидім. Соның үстіне мына жерге міне столбик накидім тоқимыз. Осы біздің 6-шы аркамыз. Енді ары қарай бізде 2-ші қатарымыз аяқталды. Енді 3-ші қатарда 7 воздушный. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Аркаға столбик без накидамен бекітеміз. Мына жақтағы маркерді алып, бірінші қатарымызға белгілеп қоямыз. Шатасы кетпеу үшін. Осылайнан 7 воздушный мен 5 арка тоқып келеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Әр аркаға столбик без накидамен бекітіп отырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Келесі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Келесі аркаға столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Келесі аркаға столбик без накида. Одан кейін енді қараңыздар 1, 2, 3, 4, 5 болды. 6-шы арканы қалай жасаймыз? 1, 2, 3 воздушный. Енді 2 рет крючокқа накид аламыз. 1, 2, 2 накид алдық. Енді қараңыздар. Мына жерде міне бағанағы столбик с накидом. Соның төбесіне міне мына жерге столбик с 2 накидами. 1, одан кейін келесі 2-ін, одан кейін келесі 2-ін. Бізде 3-ші қатар міне аяқталды. 1, 2, 3, 4, 5, 6 арка болды. Енді 4-ші қатарда біз осы 6 арканы прибавка жасап 12 арка қылуымыз керек. Ол үшін 7 воздушный. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 воздушный алдық. Енді мына жақтағы бағана с 2 накидами жасадық қой, тура соның төбесіне столбик без накида. Бұл бізде бірінші арка. Мына жақтағы маркерді алып келіп, осы жерге қоямыз. Ары қарай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушный. Енді мынау арканың ішіне. Келесі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Арка, 2 арка бірікті ғой бағана. Тура сол жерге, мына жерге столбик без накидамен біріктіреміз тағы. Осылай прибавка жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Арканың ішіне. Бізде алдыңғы қатарда, 3-ші қатарда 6 арка болса, бұл жерде бізде 12 арка болу керек 4-ші қатарда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мына 2 арканың біріккен жеріне столбик без накида. Осылайнан прибавка жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді арканың ішіне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Аркалар біріккен жерге. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Арканың ішіне.
1 2 3 4 5 6 7 аркалар біріккен жерге столбик без накида 1 2 3 4 5 6 7 арканың ішіне. Енді қараңыздар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 тағы да 2 арка қалды. 1 2 3 4 5 6 7 арканың біріккен жеріне 11-ші арка. Енді 12-ші арка 1 2 3 воздушный крючокқа 2 накид. Енді мына жерде бағана с двумя накидами тоқыдық қой, тура сол жерге осы міне 1 2 тағы да 2 с двумя накидами бізде 12-ші арка шықты. 4-ші қатарда бізде 12 арка болды міне. Осылай көбейтіп алдық. Бұл бізде 4-ші қатар болған. Енді 5-ші, 6-ші қатарды ешқандай прибавкасыз тура осылай 7 воздушный мен 12 арка жасап шығамыз. Міне 1 2 3 4 5 6 7 келесі арканың төбесіне міне ішінен өткізіп столбик без накида бекіттік. Бұл бізде бірінші аркамыз. Маркерді ауыстырып отыруды ұмытып кетпеңіздер. Ары қарай тағы да 1 2 3 4 5 6 7 бір жіп қалып кетті. 1 2 3 4 5 6 7 келесі арканың төбесіне, әр арканың төбесіне столбик без накида 3, 4, 5, 6, 7. Осылай аяғына дейін тоқып шығамыз. Ең соңғы 12-ші арканы тура бағанағындай 3 воздушный, 2 с двумя накидамен аяқтаймыз мына жерге міне. Міне 2 қатар прибавкасыз тоқыдым. Менде барлығы 6 қатар мына жерде. 12 аркадан 6 қатар шықты. Енді 7-ші қатарда тағы да бір прибавка жасаймыз. Міне 6-ші қатарды аяқтадым. 7-ші қатардың прибавкасы 1 2 3 4 5 6 7 барлық жерде осы 7 воздушный болады. Енді ары қарай тура бағанағындай мына жерге біткен жеріне столбик без накидамен бекітеміз. Бұл бізде бірінші прибавка. Одан кейін маркерді ауыстырамыз. Ары қарай не 1 2 3 4 5 6 7 арканың ішіне столбик без накида. Осылай ендігі 7-ші қатарда бізде 6-ші қатарда 12 арка болса, 7-ші қатарда бізде 24 арка болу керек. 7 воздушный мен 1 2 3 4 5 6 7 мына жерге аркалар біріккен жерге столбик без накидамен біріктіреміз. 1 2 3 4 5 6 7 енді арканың ортасына столбик без накидамен 1 2 3 4 5 6 7 аркалар біріккен жерге 1 2 3 4 5 6 7 арканың ішіне. Осылай тура бағанағы 4-ші қатарда біз прибавка жасадық қой. Тура солайынан прибавка жасап шығамыз. Бұл кезде бізде 24 арка болу керек. 24-ші арканы көрсететін боламын. Міне 23 арка тоқып келдім. Енді 24-шісін 1 2 3 воздушный, 2 накид крючокқа ілемізде. Тура мына жердегі алдыңғы қатардағы столбик с двумя накидам үстінен, тағы да с двумя накидами тоқимыз осылай. Әр қатарда аяқтаған кезде соңғы арка осылай аяқталады. 3 воздушный, 2 с двумя накидами.
Бұл бізде 7-ші қатар аяқталды. Менде 24 арка шықты. Енді ары қарай тура осылай 24 аркамен тоқитын боламыз. Ешқандай прибавка, убавка жасамаймыз. Келесі қатар бір қатар көрсетейін. Ары қарай керекті жерге дейін өздеріңіз тоқып аласыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушный. Келесі арканың ішіне столбик без накидамен бекітеміз. Одан кейін маркермен әрдайым осы бірінші қатарды маркермен белгілеп қойыңыздар. Айтпесе шатасып қалуларыңыз мүмкін. Ары қарай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушный. Келесі арканың ортасына столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Келесі столбик без накида арканың ішіне. Осылайнан әр қатар сайын бізде 24 арка болу керек. Бұл бізде 8-ші қатар. 8-ші қатарда соңғы аркаға келдім. 3 воздушный алдым. 2 накид. Алдыңғы қатардағы столбик с двумя накидамның үстіне тағы да столбик с двумя накидамен тоқимыз. 1, 2, 3. Әрдайым ең соңғы арка осылай тоқылады. 3 воздушный, 2 с двумя накидами. Қазақша, орысша екеуін араластырып біттім ғой. Міне осылайнан ары қарай өзіңізге керекті ұзындықта тоқи бересіздер. Бұлайнан. Ализа Дивада менде 25 қатар ма, сондай қатарынан бітіп, санап отырсаң мынандайдан шатасады екенсің кәдімгідей. Өзіңізге, если өзіңізге тоқитын болсаңыз, киіп көріп, ары қарай тоқи бересіздер. Ең соңғы мына қатарда көрсететін болам. Қалай мынандай ең соңғы шетін тоқу керектігін. Столбик без накидан бір рет тоқып көрсететін болам. Сантиметрмен өлшеп көрсете салайын. Осы 8-ші қатарда бізде 16 сантиметр болып тұр. Жалпақтағы. Бұлай да 16 болу керек. 16. Ары қарай мынаның бұлай ұзындығын көрсетейін. Макушкасы болса сантиметрмен мен 20 сантиметр тоқыппын. Сусаң сузылады. Бұлай. Әдемі негізі күшті тұрады екен тоқып алсаңыздар. Осы газал органик мен тоқыдым ғой, бебекоттан. Осы жіппен тоқыған кезде мына жерде мен 7-ші қатарда қостым ғой прибавка міне. Осы жерде мен сіздерге видеода айттым, чтобы 12 аркамыз 24 арка болу керек деп. Солай тоқыған едім. Мынау үлкен болып кетті шапқам. Сосын кейін мен алдымда тек қана 12-ге 6 ғана қостым да 18 арка қылдым. Міне қарасаңыздар, мынау ғой қатар, қосылған қатар. Бір қатарда міне тура видеодағыдай мына екеуінің қосылған жеріне и аркаға тоқыдым. Келесіде қосылған жеріне емес, сразу аркаға солай 18 арка қылып алдым. Ал мынау, если сіздер немен тоқитын болсаңыздар, Ализа Дивамен тоқитын болсаңыздар, тура видеода қалай көрсетілді, тура солай тоқи беріңіздер. 24 арка қылып, ал мына жерде 18 арка. Соңғы прибавка 18 аркамен біту керек. Сосын кейін 22 қатар. Барлығы мына төбесінен бастап мына жаққа дейін 22 қатар тоқыдым. Міне осындай болып шықты. Видеода тоқылу барысында мен мынау прибавка қатарын 12 арканы 24 қыламыз деп айттым. Но бірақ үлкен болып кеткеннен кейін мен мынада қайтадан сөктім де 12-ні 18 қылдым. 6 ғана прибавка жасадым. Міне осыншалықты тоқыдым. 22 қатар болды төбесінен бастап. Мына жағына дейін 22 қатар тоқыдым. Енді ең соңғы соңғы аркаларға обвязка жасаймыз. Соңғы қатар. Сонымен біздің этно шапкамыз дайын болады. Міне 22 қатар тоқып алдым. Осыншалықты шықты. Қазір сантиметрмен өлшеп көрсететін болам. Примерно биіктігі 21-22
21 қатардай ғой міне. Еще созылады былайынан. Осыншалықты шықты. Енді ең соңғы шеткі обвязкасын мына жерде аяқтап бітірдік. Енді қараңыздар, мына жерде бізде с двумя накидами болған үшін осы жерге біз бірден столбик без накида біреу, екеу, үшеу тоқимыз. Үшеу тоқыдық міне. Одан кейін мына жерде біріктірген жеріміз бар ғой, осыны бүйтіп үстінен тоқып кете салмаймыз. Қараңыздар, мына жақтағы аркадан крючокты кіргіземін, мына жақтағысынан шығарам да, мына жібімді осылай тартып шығарам міне. Осылай бір рет столбик без накида. Енді мына арканың ішінде бізде 7 воздушный, біз 5 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді мына жерге келдік міне, біріктірген жерге. Қараңыздар, мынау арканың ішіне өткіземін, кіргізіп, мына жақтағы аркадан шығарам да, жібімді осылайынан тартып алам. Бұл бізде ең простой жабулардың ең қатарғы шеткі обвязкасын жасау. Осы жерде менде мынандай тұр ғой, мына жерде тоқыған шапкамда мынандай бұрыштар, осылай бұрыштар қалдырып тоқып кетсеңіздер де болады. Ол үшін бете саласыздар. 1, 2, 3 воздушный көтересіздерді қайтадан осы жерге соединительный жасай саласыздар. Мынандай болып қалып кетеді. Қайтадан мына жаққа 1, 2, 3, 4, 5 столбик без накида. Одан кейін мына жерде біріккен жерге бағана көрсеткенімдегідей осылай крючок тартып шығарамыз да. 1, 2, 3 воздушный, қайтадан осы жерге соединительный. Ары қарай 1, 2, 3, 4, 5. Ешқандай мынандай бұршық керек емес десеңіздер, тек қана әшейін бұршықсыз тоқып шықсаңыздар да болады. Мен ешқандай бұршық қолданбаймын. Просто әшейін жауып шығам. Мындай арканың ішіне 5 столбик без накида тоқимын. 1, 2, 3, 4, 5. Одан кейін мына жерге міне мынау аркадан крючокты кіргіземін да, мынау аркадан шығарып, жібімді тартып шығарам да міне. Осылайынан әр аркада осылай жасаймыз. 3, 4, 5. Қайтадан бұлай міне. Осылай аяғына дейін тоқып шығамыз. Мына жерде бағана басында 3 жасап едік қой, енді мына жерге 2 жасаймыз. 1, 2 ең соңғы жағына. Одан кейін мына жерге соединительный жасап, шүбімізді қиып, мына жіпті арасына жасырып тастаймыз мына жаққа қарай. Жақтарға жасырамыз. Міне осымен мынандай менде этно шапка дайын. Мынау Газал органик бэби коттонмен тоқылса, мынау шапка, мынау бізде Alize Divaмен тоқылды. Міне осындай әдемі сетка этно тақия тоқып шықтым. Менің видеоларым ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.